Assalomu alaykum қазақ елі. Менің бүгінгі видеомда помидорны суаратынды және витамин суға араластырып пісіретінді көрсетті. Менің қызанақты қалай жақсылап пісіретінді көргіңіз келсе, қазақша бұрын-соңды болмаған каналды дамуына атсалысыңыз. No regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what. Ең бірінші біз селитраны суға майонездің желегімен 5-10 минут сайын әр жүйекке құйып тұрамыз. Селитраны көп құюға да болмайды. Помидордың күйіп кетуіне, өліп кетуіне қатты әсер етеді. Give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. Помидорларымыз жағдай өте жақсы. Бірінші суды жақсылап суғару керек. Біз помидорларды зәктетіп, бірінші суды зәктетіп суарсақ, жақсылап тамыр алады. Екінші, сосын жоңышқа еккен жерге би дейтін дәріні ағызу керек. Осы жерде не үшін деген сұрақ болады. Жоңышқа еккен жерде сары құрт дейтін құрт болады екен. Сары құртты өлтіру үшін биді осылай тамызып қоямыз. Міне. Сары құртты өлтірмесек, помидорымыздың тамырын жеу қаупі бар. Жегеннен кейін ол помидор өліп кетуі де мүмкін. Естеріңізде болсын. Жоңышқа еккен жерге тағы да айтам. Би дейтін дәріні осылай су көріп жатқан жерге тамызып қойыңыздар. Келесі видеомда міне дәл осылай тамызыңыздар. Достар, жоңышқа еккен жерге обязательно бый деген дәріні бересіздер. Құрметті достар, келесі видео қандай болғанын қалайсыздар? Пікірлер алаңына жазып кетулеріңізді сұраймын.